Конституция күні қарсаңында Қарағай ауданы орталық ауруханасының қабырғасына дәрігер Тарғын Мақтағановқа ескерткіш тақта қойылды. Шараға аудан басшылығы мен дәрігердің балалары мен немерелері қатысты. Тарғын Мақтағанов Түпқараған ауданы Аташ ауылында дүниеге келіп, Алматыда білім алған. Еңбек жолын Форт Шевченкода бастап, дәл осы ауруханаға 1966 жылы тәжірибелі бас дәрігер болып келеді. Осы жерде 1977 жылға дейін еңбек етеді. Ер еңбегі еленіп, әр жылдары КСРО денсаулық сақтау министрлігінің денсаулық сақтау үздігі, Қазақ КСР-ның еңбегі сіңірген дәрігер атақтары беріледі. Бүгінде дәрігердің ұрпақтары ата ізін жалғап медицина саласында қызмет етіп келеді. Бүгін енді Ералы ауданында өте маңызды тарихи бір күн деп есептеп отырмыз. Өткен себебі Маңғыстаудың өзінің түлегі Ералы ауданының ең алғашқы дәрігері болып жұмыс бастап, осыған медицина саласы өркендеуіне үлес қосқан Мақтаған Тарғын ағамыздың бүгін мәңгі есте қалдыру шарасында аудан әкіміменен маслихат депутаттарының шешіміменен үлкен бір шара алынып, бүгін сын тақта қойылып жатыр. Ескерткіш тақтасы қойылып жатыр.